сәлеметсіз оқушылар, бүгін сабақтың тақырыбы геометриялық фигуралардың және сандардың тізбегі. Бірінші тапсырма. Дәптерге геометриялық фигураларды тұратын төмендегідей тізбектер сал. Әр тізбек қандай заңдылық бойынша құрылған? Бірінші тізбек. Көк дөңгелек және жасыл шаршы. Солай тізбек қайталана береді. Екінші тізбек. Екі күлгін ромбик және қызыл дөңгелек. Үшінші тізбек. Екі көк дөңгелек, күлгін ромбик және екі жасыл дөңгелек. Екінші тапсырма. Қазақтың ою-өрнегі тізбегіндегі заңдылық бұзылған жерін тап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 орналасқан, 9, 10, 11, 12 орналасқан, 13, 14, 15. Үшінші тапсырма. Сандардың тізбегін құр және жаз. 3-тен 30-ға дейін 3-3-тен қоса отыр. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Екіншісі 25-тен 50-ге дейін 5-5-тен қоса отыр. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Әсі 20-дан 2-ге дейін 2-2-ден қоса азайтып отыр. 20, 18, 16, 14, 12, 18, 6, 4, 2. Әннің екіншісі 40-тан 4-ге дейін 4-4-тен азайтып отыр. 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4. Төртінші А есепте артық өрнекті тап. Артық өрнек 14 қосу 18 болып табылады. Төртінші А есеп. Ә есеп. Сандылықты анықтап тізбекті толықтыр. 300, 200, 400, 300, 500, 400, 600, 500, 700, 600. Бесінші тапсырма. Мысалдарды шығар. Әр бағандағы мысалдар қалай құрылған? Заңдылықты сақтап, келесі мысалдар жаз және шығар. Біріншісі 10 қосу 10, 20 қосу 10, 30 қосу 10, 40 қосу 10. Екіншісі 29 қосу 11, 38 қосу 12, 47 қосу 13, 56 қосу 14. Үшіншісі 100 азайтамыз 15, 100 азайту 25, 100 азайту 35, 100 азайту 45. Алтыншы тапсырма. Есептерді орындап, әріптің мәнін тап. Біріншісі 26 қосу 4, 30. 30-ті азайтамыз 18-ге 12. Б-нің саны 38. Екіншісі 23 қосу 9, тен 32. 32 қосамыз, азайтамыз 13, тен 19. А-ның саны 19. Жетінші тапсырма. Теңдеулерді шеш. 100 азайтамыз 100 азайту x-тен 57, x-тен 100 азайту 57, x-тен 43, 100 азайтамыз 43, тен 57. Екіншісі s қосу 34, тен 98, s-тен 98 азайтамыз 34, s-тен 64 шығады. 64 қосу 34, тен 98. Сегізінші тапсырма. Сурет бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Барлығы 900 теңге, су сабын 500 теңге, сабын 200 теңге. Майлық белгісіз. Шешуі 900 азайту, жақша ашып 500 қосу 200, жақша жабамыз тен 900 азайту 700, тен 200. Жауабы майлық 200 теңге тұрады. Тоғызыншы тапсырма. Сандар тізбегін құр және жаз. 10-нан 100-ге дейін 10-нан қоса отыр. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Екіншісі 100-ден 1000-ға дейін 100-ден қосып отыр. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Үшіншісі 100-ден 10-ға дейін 10-нан азайта отыр. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Мұннан 100-ге дейін 100-ден азайта отыр. 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. 10-шы тапсырма. Фигураларды түстер бойынша мындай ретпен орналастыр. Қызыл, көк, жасыл, сары, қоңыр, күлгін, сұр. Содан соң осы фигуралар әріптен құрылған сөзді оқы. Тазалық сақтаудың пайдасы қандай? Өз ойыңды білдір. Біріншісі қызыл, Т, көк, А, жасыл, З, сары, А, қоңыр, Л, күлгін, И, сұр, Қ. Жауабы тазалық шығады. Осымен біз сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелу, лайк басу ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.